Bismillah. Assalamu alaikum. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер, шығыс медицинасының батыс медицинасының біріккен емдеу түрі бойынша терапевт Жұмадан Жарқынбекұлы. Ал Pfizer компаниясы Қытай компанияларының және өзге шетелдік вакциналарға қатысты келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Хабарда мәлімдегендей, Қазақстан билігі Америкадан ақш-тың Pfizer компаниясынан коронавирусқа қарсы екпені сатып алу туралы келіссөз жүргізіп жатқаны мәлім болды. Ендеше бүгін біздің лекциямызда ақш-тың, немістің, сосын Англияның коронавирус қарсы екпесінің қыр-сырына зерттеу жасайтын боламыз. Лекцияны бастамас бұрын сіз әлі біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыз, алтын саусағыңызбен тіркелу түймешігін түртіп, қазақ тіліндегі медициналық арнамыздың дамуы үшін өзіңіздің бір кісілік үлесіңізді қоса аласыз. Әрі видеоны соңына дейін тыңдауға әрекет жасаңыз. ақш-тың Pfizer компаниясы мен немістің BioNTech компаниясы бірлесіп зерттеу жасап өндірген коронавирусқа қарсы екпесі mRNA, Messenger RNA, немесе қазақша айтқанда елші RNA екпесіне жатады. Сосын ақш-тың Moderna компаниясынікі де дәл сондай өнім. Ал енді Англияның Оксфорд университеті мен AstraZeneca компаниясының бірлесіп өндірген вакцинасының түрі без вирусын тасымалдау денеткен вакцина түріне жатады. Бұлардың барлығы да вакцинаның ең жаңа үлгісіндегі ең жаңа әулет вакцина өндіру технологиясына тән. Яғни гендік инженерияны қолдана отырып, заманауи техникалардың көмегімен өндірілген заманауи технологиялық өнім деп айтуға болады. Осының біріншісі Pfizer компаниясы мен немістің BioNTech компаниясы бірлесіп өндірген mRNA екпесіне шолу жасайтын болсақ, бұл ақш-тың Pfizer компаниясы көпшілік білмесе де Қазақстанда бәлкім білетін адамдар аз болу керек. Дегенмен де Viagra деген дәріні білмейтіндер аз да аз шығар. Ал сол Viagrаны ең алғаш ақш-тың Pfizer компаниясы зерттеп шығарған болатын. Viagraның ең алғаш зерттеуі адамдардағы жоғары қан қысымы ауруын түсіруге көмектеседі деген мақсатта болған. Кейін оның еркектік қабілетті, жыныстық қабілетті арттыру жағындағы ролын кездейсоқтан байқап қалғаннан кейін сол бағытта сол өнім шығарылған болатын. Бұл енді аралда қысқаша бір айта кететін қызық ақпарат осы Pfizer компаниясына байланысты. Pfizer компаниясы мен BioNTech компаниясы бірлесіп өндірген бұл mRNA вакцинасы жоғарыда айтқанда үшінші әулет ең жаңа вакцинаны өндіру технологиясымен өндірілгенін тілге тиек еттік. Енді оған қысқаша түсініктеме бере кететін болсақ, mRNA вакцинасы вирустың ерекше әсер ету бір бөлігін сол вирустан бөліп алады. Мысалға, осы коронавирустікі COVID-19-ның адам ағзасында ауру тудыру принципі гендік құрылымнан айтатын болсақ, бұл дөңгелек вирус болса, бұл коронавирус. Соның сыртында тікендері бар, қазақша айтқанда. Sky protein, яғни тікенек белок. Сол тікенек белоктар адам денесіндегі жасушалардан белгілі бір бөліктері ACE2 деп алатын сол бөлігімен бірігу арқылы жасушаның ішіне өтіп, одан кейін жасуша ядросына кіріп, DNA-ді пайдаланып, өзін-өзі көбейтіп, ары қарай улап, көбейіп, одан кейін қан қотып, бірқатар ауру белгілерін тудыратын принцип анықталған.
Ал енді осы mRNA вакцинасы сол скайп протеинға немесе тікенек белокқа байланысты сол COVID-19 вирусының тікенек белогының мәлім бір бөлшектерін кесіп алу арқылы гендік инженериялық технологияның арқасында кесіп алғаннан кейін ол әрине өлі, ешқандай бір жұғымдалу қасиетіне ие емес. Былайша айтқанда адам ағзасына ешқандай қаупі жоқ, қатерсіз. Сол бөлікті ішіне липозма деп аталатын тағы да бір түрлі нанометр техникасы пайдаланады оның арада. Сол липозманы тасымал дене етіп, соған жалғайды, одан кейін сыртына қаптайды немесе соны жаңағы бір бөлік mRNA-ды липозмаға міндіреді деген сияқты қазақша айтқанда. Сонымен соны адам ағзасына бұлшықеттен жібергеннен кейін ол жаңағы mRNA, messenger RNA, қазақша айтқанда елші RNA жасушаға өтеді. Сол жаңағы липозманың көмегімен. Бекер ол mRNA-ды адам ағзасы былай есігін ашып кіргізе бермейді, ол көз келген нәрсені. Сыртқы бейтаныс дүниелерді адам ағзасы дереу иммунитет жүйесі жауап қайтарып, оны тазалап тастауға дер кезінде солай әрекет жасайтын кемелді жүйе. Сондықтан жаңағы липозманың көмегімен кіргеннен кейін ары қарай адамның жасушасының цитоплазма немесе жасуша затына кіргеннен кейін әлі ядросына бара алмайды, ядросына кіре алмайды. Сол тек қана цитоплазмада mRNA бірқатар биологиялық процедуралардан кейін, яғни ол жерде аудару басқышы. Бұл негізі кезінде биология пәнінде бізге 10-шы сынып, 11-ші сыныпта оқыған кезімізде осының барлығын үйреткен, естеріңізге алсаңыздар болады. Аудару сол барысын өткізгеннен кейін ол арада DNA-ға ауысып mRNA, одан кейін DNA жаңағы протеинді, белокты жасауға бұйрық береді клетканың ішінде. Оның барлығы клетканың ішінде цитоплазмада жүріледі. Сол бұйрық бергеннен кейін сол жерде жаңағы S протеин немесе sky протеин, яғни тікенек белокты қалыптастырады. Ол тікенек белок сол жаңағы вирустың тікенек белогымен бірдей бұл арада. Одан кейін оны жасушаның сыртына шығарып жібереді. Сыртына шығарғаннан кейін тағы адамның иммундық жүйесін қозғап, иммундық клеткалар сол араға жиналып, B клетка мен T клетканы қозғалтады. Нәтижесінде соған қатысты сол жерде бірқатар реакциялар жүріліп, бұны кейін жаңағы лимфа клеткалар немесе B клеткалары жаңағы иммундық жүйеге байланысты сол клеткалар есіне сақтап алады бұл протеинді, жаңағы белокты. Содан келесі жолы адам тағы да осы коронавирусқа жұғымдалған жағдайда тез арада жауап қайтарып, көп мөлшерде соған қарсы антиденелерді қалыптастыруға әрекет жасайды. Бұның жалпы механизм осылай. Былайша айтқанда, жаңағы вирустың белгілі бір бөлігін алғаннан кейін фотосына қарап суретін сызып алады. Одан келесі жолы келгенде мына біздің жаңағы өткенде көрген дұшпанымыз екен ғой деп тез танып, соған тез жауап қайтарады. Жалпақ тілмен айтқанда осылай. Осы технологиямен дайындалған екпе. Бұл екпені Pfizer компаниясы өткен жылдың, яғни 2020 жылдың шілде айларының соңынан бастап 3-ші кезеңдегі адам денесіне қатысты сынақты жүргізген. 43 мыңнан астам адам қатысқан бұл сынаққа. Оның группаға бөлінуі тең жартысы вакцина группасы болса, тең жартысы жұбату группасы. Яғни біреусіне вакцина салса, тең жартысына, тағы тең жартысына 0,9% тұз натрий хлорид ретіндісін қояды. Бұл салыстырмалы группа. Жасының аралығы 18-56 жас, одан 56 жастан жоғарылар бар, 65 жастан жоғарылардың саны қанша, оның ішінде қанша адамда негіздік аурулар бар деген сияқты осылай
жеңишке түрдө бөлүнген. Осы сандык маалиметтердин баардыгы алдын ала бөлүнүп, алдын ала эстелик алынып, одан кийин осы тажрыйбелер жасалынган. Сол барыста бunda сол 2 рет салады. Бул вакцинаны 3 аптадан кийин экинчи ретке дозасын салган. Сол одан кийин 2-3 ай буларга изине түсүп, сандык маалиметтерди эстеликке алган. Сол сандык маалиметтердин соңку жарыяланган нускасында 170ге жук адамда осы вакцинаны койгондон кийин жугумдалуу болгон, яғни коронавирус жуктурган. Сонун ичинде вакцина, яғни сынак группасында 8 адам жуктурган вирусту, ал салыштырмалуу группада 162 адам вирусту кайта жуктурган. Осы маалиметтерге негизделе отуруп, осы вакцинанын тиимдилиги эсептелинип чыгарылган. 95%га дейинги жогору көрсөткүчтү көрсөткөн. Эndi буларда тиимдиликти эсептөө формуласына токтолотун болсак, жубатуу, яғни салыштырмалы группадагы жугумдалуу коэффициенти. Бул коэффициентти сол салыштырмадагы группадагылардын жалпы саны, сол жалпы санын ичинде канча адамга жукты, сол жуккан адам санынын жалпы санына бөлөдү. Сол салыштырмадагы жубатуу группасындагы жугумдалуу коэффициент чыгады. Дәл солай сынак группасындагы жугумдалуу коэффициентин эсептеп алууга болот. Содан кийин жубатуу группасындагы жугумдалуу коэффициентинен сынак группасындагы жугумдалуу коэффициентин алып, оны жубатуу группасындагы жугумдалуу коэффициентине бөлүп, одан кийин 100%га көбөйткенде 95% чыккан. Бул жогору көрсөткүч деп айттык. FDA, яғни AQShtын дәрі-дәрмек және азык-түлүк кауіпсіздік администраторунун мәліметіне негізделгенде 50%-дан асса бір вакцинаның тиімділігі онда ол вакцина жақсы вакцина дегенді көрсетеді деген белгілемеге сай. Бұлардікі өте жоғары көрсеткіш. Яғни 5 балдық емтихан болса, бұлар 4,5 балл алып отыр ғой. Бұл бір. Дәл осы сияқты Moderna компаниясының сынағыда 30 мыңнан астам адамға жүргізілген 3-ші кезеңдегі сынақ. Ол да сол жаңа жоғарыдағы Pfizer компаниясы сияқты группаға бөлген, жас ерекшелігі де солай, қарт жастағылар, ауру ерекшелігі барлығы да сол Pfizer компаниясыныкімен дәлелденіп келеді. Бірнеше айдағы күзетуден кейінгі сандық мәліметтерге есептеу жасағандан кейінгі Moderna компаниясының COVID-19 вакцинасының жаңағы тиімділігі 94,1%-ті көрсеткен. Енді Pfizer'дан сәл төмендеу, дегенмен де жоғары көрсеткіш. Кері әсерлеріне тоқталатын болсақ, бұл екі вакцинада сол екінші реткі дозада салынған кері әсерлері көбірек байқалған, тең жарым адамда, яғни 15 мың адамда кері әсерлері көрінген. Көбінесе көрілген кері әсерлері бас ауру, әлсіздік, бұлшықеттің ауырсынуы, буынның ауырсынуы, аз кезігетіндері аллергиялық ауру белгілері, яғни тыныс алудың қиындасуы деген сияқты. Сосын бет неттерінің салдануы, бет пен ауыздың қисаюы. Бұлар аз кездескен. Дегенмен де жоқ емес, бар ондай кері әсерлер. Екеуінде де өте ауыр дәрежедегі кері әсерлер айтылмаған. Бағасына келетін болсақ, Pfizer компаниясының өнімі $19,5, $20 жетпейді бір дозасы. Ал Moderna'нікі бұдан сәл қымбаттау, $27-35 аралығында әрбір дозасы. Екеуінің сақтаудағы ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, Pfizer'дің mRNA вакцинасын 0-ден төмен 70 градуста сақтауға
тартууга туура келет. Буга коюлган талап өтө жогору. Ал энди Модернаныкы нөлдөн төмен 20 градуста 2-8 градус температура аралыгында 1 ай сактоого болот. Жай карапайым сактоо орталыктарында, карапайым тоңазыткычтарда 12 саат сактоого болот. Енді Pfizer'дикинен караганда алды кайда тиимдүү сактоого, тасууга Модернанын өнүмү. Экөөнүн өндүрүү көлөмүн айтатын болсак, Pfizer компаниясы 2021-жылы быйыл 1 миллиард 300 миллион данага дейин өндүрө алатындыгын билдирген. Ал Модерна болса 500 миллионда 1 миллиард дана аралыгында өзүнүн осы вакцинаны өндүрүүгө калкарлуу экендигин билдирген. Осы мәліметтерді салыстыра отырып, біз бұны жана Қытайдың вакциналарымен, немесе орыстың Спутник 5 вакциналарымен салыстырғанда, бұлардың 3-ші кезеңдегі тәжірибенің сандық мәліметі ашық, жеткілікті, әрі сенімді. Дегенмен де солай бола тұрса да, осы 4-ші қаңтар күні Англияның Daily Mail, күнделікті пошта газетінің хабарында Португалияның Порто қаласындағы бір медициналық қызметкер жаңа жылдан 2 күн бұрын, яғни 28-ші желтоқсан күні 2020 жыл осы вакцинаны қойдырғаннан кейін де 48 сағаттың ішінде, немесе 24 сағаттың аралығында ешқандай бір кері әсерлері байқалмаған, қатты сезілмеген. Жаңа жылды күтіп алған күні, ертесі 1-ші айдың 1 күні бұл өзінің төсегінде көз жұмған. Ең ауыр дәрежедегі өлімге әкеліп соғатын бір дело тіркелді осылай, өкінішке орай. Енді адам санының көбеюіне байланысты бұндай тіркелулер бәлкім көбеюі мүмкін. Бұған ешкім ештемені кесіп айта алмайды. Өйткені ең нашар деген вакцинаның өзін 3-4 жыл зерттеп дайындау керек. Ал оның кері әсерлері білу үшін онда 20 жыл уақыт қажет болады. Оның үстіне бұл mRNA вакциналары вакцинаның ең жаңа түрі, ең жаңа технологиямен дайындалған, бұдан бұрын сау адамдарға егілмеген. Бұл факторды қосатын болсақ, бұның кері әсерлері адам ағзасына зиянын кесіп айту тіпті де қиынның үстіне қиындық тудыратыны даусыз. Енді 3-ші түрлі вакцина AstraZeneca компаниясы мен Англияның Оксфорд университеті бірлесіп өндірген без вирусын тасымалдене етіп өндірілген COVID-19 қарсы вакцина. Бұл вакцинада жаңа технологиялардың бірімен дайындалған. Бұған қатысты сандық мәліметтерді жарияланған 3-ші кезеңдегі 20 мыңнан астам адам қатысқан группаларға анық бөлінген. Бұның дәлдігі де, тиімділігі де 2 түрлі болып тіркелген. 2 дозаны 1-ші рет жартысын 2-ші рет толық ұрған кезде 90% тиімділікті көрсеткен болса, 2 рет толық дозамен ұрылғанда 70% тиімділікті көрсеткен. Ал енді бұның бағасы әлдеқайда арзан, тасымалдауы тіпті де жаңағы жоғарыдағы 2 түрлі вакцинадан тіпті де қолайлы, ыңғайлы. Бұның кері әсерлері де үлкен жасы егде адамдарға байланысты қаншалықты анық екендігі ашық айтылмаған. Бұл вакциналардың адам ағзасында нақтылы қандай бір иммундық реакциялар тудырып, қандай бір иммундық
антидене қалыптастыратыны туралы зерттеулер әлі 4-ші кезеңге жалғасады, әлі ұзақ уақыт зерттеуді қажет ететін дүние. Бұны ғалымдарда анық ештеме айта алмай отыр ол жағынан. Бұл жердегі тиімділік дегенге тоқталатын болсақ, ол сол вакцинаның адам ағзасына келесі жолы вирус шыққан кезде денесінде жүрілетін аурудың жеңілдік дәрежесін ғана көрсетеді. Ал енді вирусты жұқтырмайды дегенді білдірмейді. Осы түйінді өте анық ажыратып алуымыз керек. Одан кейін бұл вакцина салдырған адам егерде денесінде вирусты жұқтырып алса, ауру белгілері көрілмесе де байқалмауы мүмкін вирус жұқтырғаны. Одан кейін басқаларға жұқтырмайды ма дегенге келетін болсақ, басқаларға сол денесіндегі вирустың мөлшерінің аз көптігіне байланысты. Вакцина салғаннан кейін бәлкім вирустың мөлшері азаюы мүмкін, көбею дәрежесі. Сол кезде сыртқа шығарған вирус аз болса, адамдарға жұқтыру дәрежесі де төменірек болуы мүмкін. Қысқасы қорыта айтқанда, бұл жаңа технологиямен дайындалған вакциналар әлі де ұзақ жылдық бақылауды қажет етеді. Бұл вакцинаны егудегі кезекке тоқталатын болсақ, ең бірінші кезекте аэропорт қызметкерлері, мұғалімдер, сосын заң қызметкерлері, медицина қызметкерлері, осы сияқты әлеуметтік қызметтің алдыңғы шебінде жүрген кісілерге егуге кеңес беріледі. Одан кейін барып 65 жастан асқан, денесінде ауыр дәрежедегі аурулары бар, қосымша аурулары бар, денсаулық жағдайлары нашар кісілерге егуге ұсынылады. Сосын 18 бен 50 жас аралығындағы ересектер 3-ші қатарда тұрады. Мен өз басым ол 3-ші қатардағы адамдарға егуге еш уақытта кеңес бермеймін. Өйткені бұл вирус жалпысы қандай адамдарға қауіп екендігі өзіміздің әмәлиятымыздан да көріп білдік. Былайша айтқанда денесінде бұрыннан басқа аурулар бар. Тыныс алу жүйесінде болсын, немесе жүрек миқан тамыр жүйесінде болсын, зәр шығару жүйесінде болсын деген сияқты сол қосалқы аурулары бар адамдар, қант несіп ауруы, жоғарған қысым деген сияқты. Сол кісілерге тудыратын қаупі жоғарырақ болады. Одан кейін балаларға бұл вакцина салудың мүлдем қажет жоқ. Өйткені балалардағы тудыратын белгілері өте жеңіл, әрі өте аз жоғымдалуы көрсеткіш. Сондықтан балаларды ойластырудың қажет жоқ. Бүгінгі шолуымыз осымен тамам. Негізі осы ақпараттар сіздің бір дұрыс шешім шығаруыңызға өзінің үлкен қолғабысын тигізеді деген үміттеміз. Әрі сіз өзіңіздің тегін лайкыңызды бізден аямай лүпілдетіп кетіңіз. Сол арқылы біздің еңбегімізді бағалайсыз. Бүкіл әлеуметтік желілерде лекциямызды бөлісіңіздер, білімді бөлсеңіз көбейеді. Ағайын, келесі эфирде кездескенше Алла төрт көзімізді түгел қылғай. Ауырмаңыз ағайын.